аға біздің шырайлы. Мансар, тиіспеп қойшы. Жоқ, тиіспейді отыр. Өзі депрессияда жүр. Иә. Шынымен ше, анау кеп тиісіп ат, мынау кеп тиісіп ат. Депрессияда жүр. Ана екінші орын қалған, содан бет шашы түсіп, бір жеп жүр. Жаңа маңдайы мешіттің күмбез ұқсап жалтырып, жаңа тиіспеш. Иә, жоқ, тиіспеймін. Ереке, ешқандай уайымдамаңыз. Уайым қағыдан жалпы стресстен құтылдыру, ол менің мамандығым. Бүйтейік, медитация жасайық. Менің айтқанымызды орындап отырыңыз. Қане, қолымызды былай ұстаймыз. Екі жаққа, қолыңызды қыстыңыз ғой, и барлық жерімізді, Енді көзіңізді жұмыңыз. Енді ішке ауаны алам. Шығарыңыз ауаны. Енді елестетіңіз. Бамбук ағаштарының ішінде жалғыз өзіңіз отырсыз. Жаныңыздан өзен боп көпіршіп пиво ағып жатыр. Ішіндегі балықтар уже копченый боп ағып жүр. Жанында сап-сары шөп сияқты жайқалып чечіл өсіп тұр. Қалай керемет па? Бір кезде сізге қарай мынандай көзінің үсті ғана көрініп, бегамот сияқты Марат Тостаев кеп жатыр. Сөйтті да өзеннен шығып, чечілдің арасына кірді. Арқасы көрініп тұрады, сиырлар ұқсап дейді. Сөйтіп сізге келді. Елестетіп жатсыз ғой, бүйтіп, бегамот сияқты ғой енді. Аузын ашты сізге. Астыңғы екі ақ тіс болады ғой. Сол екеуінің орнында рюмка тұр. Қандай атады? Григус қоясың ба? Мұздай григус деп елестетіңіз. Мансар ішпейді, сосын білмейді ғой. Иә, мен білмеймін ғой. Иә. Енді былай жасаймыз, Ереке. Бір рюмканы алайын, мен алып берейін сізге. Ұстаңыз. Тамаша, енді екінші григус, енді бүйтейік. Екінші григусты әруағатта көттейік. Дәнекер аға, әнеке! Осы енді қой, бола ма?